ұбт спецификациясына сай есеп. 1-ден 220-ға дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісінен барлық 5-ке бөлінетін сандарды сызып тастадық. Қалған сандардың көбейтіндісі қандай цифрмен аяқталады дейді. Бұл есепті шығару үшін мына бір логиканы қолданамыз. Алдымен 1 көбейту 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ға дейінгі сандардың құрамынан 5-ке бөлінетін сандарды сызып тастаймыз. Сонда 5-ке бөлінетін сандарды сызып тастайтын болсақ, осы сандардың барлығын көбейткен кезде соңы 6-мен аяқталатын сан болады екен. Дәл осы сияқты 10 көбейту 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 деген сандардың көбейтіндісінің ішінен 10-ды және 15-ті сызып тастайтын болсам, барлық сандарды көбейтсем, соңы 6-мен аяқталатын сандар шығады екен. Демек, дәл осылай 1-ден 9-ға дейін, 10-нан 19-ға дейін, 20-дан 29-ға дейін деп тізбектеп жалғастырып, 5-ке еселі санның барлығын тастайтын болсақ, онда көбейтіндінің барлығы 6-мен аяқталады екен. Демек, біздегі 1-ден 220-ға дейінгі сандардың ішіндегі 5-ке еселі сандардың барлығын өшіріп тастап көбейтсек, соңы 6-мен аяқталады екен. Дәл осы логикамен есепті